Армысыздар, қадірменді ағайын. Батыс Қазақстан инновациялық технология университетінің ғалымдар мектебі бастамасымен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған сериялық дәрістерімізді жалғастырамыз. Осы дәріске шақырғаныңыз үшін мың алғыс айтамыз. Менің тақырыбым тәуелсіздік жылдарындағы Батыс Қазақстанның ономастикалық кеңістігі болып отыр. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз еңселі болсын. Ендеше тәуелсіздік жылдарындағы ономастика мәселесі қалай өрбіді? Жалпы ономастика деген не деген мәселе төңірегінде осыларды кімдер зерттеді? Батыс Қазақстан облысы бойынша қандай бастамалар болды? Қандай практикалық жұмыстар болды? Не өзгерді, не қалды деген сұрақ төңірегінде бүгін әңгіме өтеміз. Ономастиканың енді ғылыми негізі баяғыдан қалыптасқан, оның тарихы тереңде, сонау антикалық дәуірден бастау алатындығын білеміз. Оның жан-жақты қыры бар, және ол ономастиканың тілдің қоғамға шығатын, тілдің қоғамның түрлі формациясында көрініс алатын яғни дамыған ономастика саласының ішіне кіретін. Жалпы өзі ономастика лексикология саласына кірсе, оның ішінде ономастиканың өзі үлкен бір кең ауқымды сала құрап отыр. Оның зерттеу объектілері, нысандары алуан. Оның ішінде мына көріп отырғандай топонимика, антропонимика, толып жатқан зоонимдер, онимдер, фитонимдер, осы бір негізді бағыттары. Оның ішінде қамтып жатқан бәрінен де қамтып, бәрі бойынша жеке-жеке айтуға болар еді. Бірақ біздер негізгі бөліктері бойынша қоғамның жиі ұшырасатын, жиі бір мәселе туғызатын, қырлар туралы айтпақ. Біз енді әрине елді мекендер мен жер суаттары, топонимдер мен гидронимдер суаттары, топонимдер жер аттары, елді мекен аттары, бұның бәрі бүгінгі таңда өзекті. Өйткені елдің аты бұл келешекке 1000 жылға, 100 жылға, 1000 жылға ұласа беретін хат іспетті, бір белгі іспетті. Өйткені елдіктің, жердің иесі кім болғандығын, бұл жерде нендей жағдайлар болғандығын көрсетіп отыратын осы атаулар еді. Енді оның географиялық атаулардың кісі аттарына қатысты болуы мүмкін, сол табиғатқа қатысты болуы мүмкін, сол жердің бір ерекшелігіне қатысты болуы мүмкін, тарихи оқиғаға байланысты болуы мүмкін. Оның бәрін елеп екшеу ғылыми нысан. Бұл тұрғыда Батыс Қазақстан облысы өзінің геосаяси жағдайынан көп мәлімет береді. Ғасырлар бойы қабат болып жатқан осы атаулар сүбесі бізде зерттелді ме деген сұрақ туындауы мүмкін. Әрине, отарлаушы Кеңес одағы тұрғысынан да, патша үкіметі тұрғысынан да біздің жер су аттарымыз, есім аттары, жалпы осы ономастика саласының нысандары қарастырылды. Бірақ ол бір отарлау жүйесіндегі өзге бір нысанда, өзге бір мақсатта жасалған шаралар еді. Әрине, картографтар картасын түсірді, оның бәрі хатталған, сақталған. Десек те осы жерде бәрі де мақсатқа байланысты, пиғылға байланысты деуге болады. Осы орайда тілді өзіндік бір мақсатта пайдалану ол болып тұратын және болатын іс. Қаншалықты тіл саясаттан алыс деп бөле жарғанмен де, дәл осы ономастика саласы тілдің саясатқа тікелей жанасатын және саясатта құрал бола алатын бір бөлік. Сондықтан оны жоққа шығарып бір немқұрайлы қарауға мүлде болмайды, әсте болмайтын нәрсе. Өйткені ономастика мен
мемлекеттік орган, соның ішінде идеологтар міндетті түрде айналысу керек деп есептейміз. Әрине, енді осының қаншалықты зерттелді деген мәселесі тұр. Ғылыми негізге осыны идеологиялық құрал ретінде пайдалану кезінде де жалпы бір мемлекеттік мүдделерді жүзеге асырған кезде де ғылыми негізін міндетті түрде ерекшелеу керек. Ал оның ғылыми негізі жылдан жылға тәуелсіздік жылдарында тереңдей беруі міндетті. Енді Батыс Қазақстан бойынша анамас ғалымдар осы қазір енді алдымызға шығатын екі тұлғаны атауға болады. Енді бұл Құспан ағамыз, Омарұлы Құспан Омарұлы. Бұл кісі алғаш болып осы бағытта Алматыда диссертация қорғап, сол кездегі Әбдуәли Қайдар ағамыздың жетекшілігімен тамаша қорғаған. Алматы ғалымдары тамсанып айтады, осы Құспан Омарұлы өте жақсы қорғау жұмысын ұйымдастырды, ғылыми терең болды деп айтып жатады. Ол кісінің қорғаған бағыты, яғни аспан әлемі, жұлдыздар атауы сондай бағытта этнолингвистикалық табиғатын ашуға арналған екен. Екінші ғалымымыз, бұл екеуі де негізінен Батыс Қазақстан Махамбет Өтемісов атындағы университетте жұмыс жасайды. Әлі күнге қызметін жалғастыруда, осы бағытта мақалаларын өтіп жатыр. Екінші өзімізге таныс Ержана Ұлдай Сталиқызы молырақ, кішкене тереңірек бұл мәселеге барды. Әсіресе идеологиялық тұрғыдан нәрсе қажет, идеологиялық тұрғыдан қоғамда қаймақ болып жүрген ел суаттары қатысты, жер суаттарына қатысты Батыс Қазақстан топонимиясының этнолингвистикалық сипаты деген тақырыбында кандидаттық диссертация жазған екен. Енді бұның айтып өттім ғой, жаңа Ұлдай ағамыз бұған тереңірек пайымына барған, бұны етеле зерттеп түрлі мақалалар, түрлі еңбектер жазу үстінде. Солардың қатарында енді мына апамыздың жазған еңбектеріне слайд жасаған. Қарап отырсаңыздар, осы устың бағдарламасын дайындап 99 жылдан бері қарай қазіргі таңға шейін айналысып келеді екен. Көріп отырсаңыздар, бұның енді түпкі мына бұның ішіндегі тараулары 3 тараудан тұрады екен. 3 тараудың бұл ең ұнамдысы бізге түрткі болары, әрине ол соған практикалық тұрғыдан сөздігі, ал теориялық тұрғысынан негізді ой қазығы бұл қабаттарға бөлінуі. Түркілік, оғыз, араб, парсы, моңғол, орыс деп 6 қабатқа бөлген екен. Енді біріздік мерзімдарға көшпеш бұрын, енді осы кішкене ой тарқатып алайын. Бұның бәрі ғылыми негізі осы елді мекендерде орналасқан топонимдік атаулардың қашан, қайда, қалай шыққандығы, қай сөзден шыққандығы, қай елдің саясатының негізінде шыққандығы, қандай жағдайда шыққандығы туралы мағлұмат беріп тұрады. Соны жинақ, жалғау, қосымша, түбір сөз жасам негізіндегі ерекшеліктерін, лингвистикадан тыс фактор, яғни адами фактордың негізінде жасалғандығын, саяси фактордың негізінде жасалғандығын ерекшелейді. Оған дәйектер, дәлелдер келтіреді. Әрине, осы жерде Еділ мен Жайықтың арасын мекендеген көп халықтың, сол кездердегі көп халықтың өкілдері отырған кезде жайлау қоныстарына әрине өздерінің бір атауын берген екен. Тарихи жағдайлар міндетті түрде өзінің ізін қалдырып отырған. Тарихшылар да осы атауларға қарап бір жорамалдар, атауларға қарап бір деректер, фактор келтіріп жатады. Мысалы, осы Еділ мен Жайықтың арасын мекендеген казактардың, орыс казактардың іздері әрине сайрап жатыр. Қалмақтардың іздері де табылып жатады. Қай
жерлерде олардың қоныстары болғандығы, немесе осы жерде мекендеген өзге де халық өкілдерінің іздері көп табылып жатады. Ноғай қабаты, ноғайдың да бір өзінің бір қалған салған ізі болуы керек, олардың да мекендеген байырғы атаулары болу керек. Әрине бұларды елегішеп аршып шығару керек, өйткені оның этимологиясы, сөздің қайдан шыққаны, қалай өзгергендігі ғылыми негіз болғаны әбден дұрыс. Бірақ мынандай мәселе бар. Қазіргі таңда бұл мәселелердің әлі де тереңдей түсуі. Мысалы, өңірде бізде түрлі тарихи фактілер болды. Тарихи фактілерге сәйкес ол қай кезеңде қандай атаумен байланысқандығын әлі де тереңірек қарау міндеттелген. Мысалы, егер Ұлдай апамыздың қарауындағы сөздердің барлығы дерлігі осы өңірдегі топонимдер, елді мекендерді қамтып кетті деп айтудан аулақпыз. Оны әлі де тереңдететін, әлі де жазатын тұстары көп. Енді мына бізге келіп жататын ономастика саласымен кейде айналысып тереңірек жүрген кезде көретініміз карталардың, көне карталардың бар екендігін Құспан ағамыз атап жүр. Сол карталарды Санкт-Петербург, Мәскеу кітапханаларынан, мұрағаттарынан алдырып, оларды бір қаратса деген, және оған рұқсат алса деген сияқты ұсыныстар айтады. Дұрыс-ақ, бұл ұсыныстар біздерге ғылыми негіздеуге, оны көрсетуге, осындай атаулар, осындай жердің болды, жердің иесі осы болды және атау осындай болды деген сияқты фактілерді келтіру үшін өте қажет нәрсе. Бұл енді ғылыми нысан, әлі де зерттеуді қажет ететін қабат. Мысалы, Қытай оралмандарының, Қытайдан шыққан ғалымдардың, Қытай зерттеушілерінің осы өңірлерді картаға түсіріп, және сол орта ғасырлардың, анау көне замандардың карталарын сақтап отырғандығын біз білеміз. Оны да әлі де тереңірек қарау, зерттеу қажеттігі болып отыр. Ендігі тағы бір айтатын нәрсе, бұның осы ғылыми зерттеулердің, ғылыми талдаулардың қаншалықты практикада жүзеге асып жатқандығы, жергілікті компонент елді мекен атауларын қайтаруға кезіндегі қаншалықты қолданып жатыр деген практикалық тұсы бізді қатты мазаландырады. Сондықтан да мына ғалымдардың назарына, осы ономастика мәселесін қозғағысы келген ғалымдардың назарына біздер мына мерзімдік басылымдарды ұсынғымыз келеді. Біздің филологтар, осы өңірден шығып жатқан тарихшылар, осы өңірден шығып жатқан география мамандары осы мәселемен, жалпы көпшілік қауым, зиялы қауым, айналысам, жазам, осыған ойым бар, пікірім бар деушілер міндетті түрде осы хабаршылармен таныс болып, және оған мақала ұсынуды қолға алу керек. Өйткені ғылыми айналымда, тек қана ғылыми айналымда емес, қоғамдық баспа құралдарында, ақпараттық құралдарда міндетті түрде ғылыми көзқарас, пікір, дәлелдер айналымда болу керек. Осы тұрғыдан келгенде өңірдің айналымда осы баяу немесе аз. Айтып отырғандай, ғалымдардың қатарынан сүбелі еңбек жасаған 2 адамды ғана көрсете алып отырмыз. Ал енді мерзімдік басылымдарда ол көп болып тұрған жоқ. Мерзімдік басылымдарда немесе бақ беттерінде. Мына хабаршылар, ономастикалық хабаршы бұрынғы келбеті мынандай түрде болып еді. Қазір мына жаңа латын таңбасына негіздеп жазып жүр. Бұл қазір шығып тұр. Десек те бұл қағаз күйінде, материалдық күйде бізге жетуі өте бір саябыр. Өйткені қазір бәрі электронды нұсқаға ауысып кеткен ғой. Бұнымен тіл қазына орталығына, тіл комитетіне арнайы хабарласып, хабаршының жағдайын білген кезде, хабаршы мен 20-шы жылғысын оқи алдым да, 21-шы жылғысын оқи алмай отырған жайым бар. Сосын осы шығып тұра ма, әлде тағдыры қалай болды дегенімізде, бұл қазір білім және ғылым министрлігіне өткен екен. Дәл ономастикалық хабаршы. Терминологиялық ортадағы терминологиялық хабаршыдан ажыратылып
бұрын екеуі егіз комитеттен шығып тұратын еді. Қазір тіл білім және ғылым министрлігіне ономастикалық хабаршы соның құзыретіне өткен екен. Оның байланыстары бар. Осыған мақала беремін деушілер болса, магистранттар, студенттер бірлесіп, жетекшілермен, ғалымдармен бірлесіп мақала ұсынуға әбден болады екен. Бұл су тегін, бірақ республикалық деңгейдегі сүбелі басылым. Бұның салмағы өте жоғары деп білеміз. Бұны мерзімдік басылымдарда осы мәселелерді, ғылыми негіздегі мәселелерді көтерсек, біз үшін пайдалы болады деп есептейміз. Терминология мәселесіне де дәл солай қозғауға болады, ономастика өз алдына. Енді қазір жаңа үлгіде, жаңа дизайнда шығып жатыр, латын әріптермен жазады, қайталап айтпай-ақ қояйық. Енді практикалық жұмыстарға келсек. Енді практикалық жұмыстар елді мекендер мен көше атауларының тәуелсіз Қазақстанның дербес саясаты мен ұлттық идеологиясына орай өзгертілуі. Екінші мәселе, жаңа заман технологияны ономастика саласында қолдана білу, бақ беттерінде көрініс алу. Енді біріншісінде айта кеткіміз келгені, осы 30 жыл ішінде не өзгерді, қандай көшелер өзгерді, қандай аудан атаулар өзгерді, сол мәселе жөнінде қазір практикалық жұмыстармен мен бұл тұрғыдан қай тұстан өзім осыған қосылам, қай тұстан мен осыған араласам деген ойлар келуі мүмкін тыңдаушылардың арасында. Біздер елді мекен мен көше атауларына қатысты Батыс Қазақстан инновациялық технология университеті ұжымы арнайы комиссия, лингвистикалық комиссия жұмыс жасайды. Сондықтан лингвистикалық комиссия осы елді мекендер мен көше атауларына сараптама жасайды. Яғни оның тарихи маңыздылығы, елдің саясатына, қойып отқан саясатқа үйлесе ме, үйлеспей ме, жалпы ұлттық ой-өріске келе ме деген сияқты тұстарын елеп екшейді. Тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі имиджін, яғни көтеріп тұрма, сол болмысына сәйкес келе ме деген сияқты мәселелерді комиссия міндетті түрде қарайды, елеп екшей отырып қорытынды береді. Сөйтіп, елді мекендердің, көшелердің атаулары жаңа сапада болады. Бұл жұмыстың енді әрине керемет жұмыс, қарап отырсаңыздар. Ұзақ жылдардан бері осылай жұмыс жасап келеді. Біраз көше ауысты, елді мекен атаулары ауысты. Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыс жасалды деп толық айтуға болады. Өйткені бұл үздіксіз жүретін жұмыс, және көзге көріне бермейтін де сияқты. Өйткені бұл мәселеде, тіл мәселесінде, соның ішінде ономастика мәселесінде үлкен даулар болып тұрды, әлде болады деп есептейміз. Өйткені айтып отырғандай, бұл тілдің саясатпен бетпе-бет келетін, тілдің саясатта басты құрал болатын тұсы осы жер болып, осы тұстарының бірі осы жер болып, және басты тұстарының бірі болып келеді. Әрине оның ұштасатын тұстары көп қой. Ал мынау кәдімгі азаматтармен, қоғаммен етене араластыратын жері. Сондықтан да бұнда түрлі ойлар, түрлі салмақты айыптар болып жатады. Бұны біз түсіне білуіміз керек. Ол болады да, ол дұрыс нәрсе. Тек басты мәселе ұлттық ойды, идеологияны біз дұрыстап үйлестіре білуіміз керек. Енді айтып отырған лингвистикалық комиссияның көп жұмысына кедергі болатыны, бұл менің жеке пікірім деп есептеңіздер. Мына жергілікті компонент дейін бе, жергілікті ерекшелік көп жағдайда ескерілмей қалып жатыр. Мысалы, біздің Батыс Қазақстан өңіріндегі тұлғалар, Батыс Қазақстан өңіріндегі тарихи жағдайлар, тіпті Батыс Қазақстан өңірінің табиғи географиялық ерекшеліктері, геосаяси ерекшеліктері кей тұстан гөрі соның пайызы көп болып тұр, ескерілмей бір қатырма қағаздың көлемінде қалып қойып отыр. Яғни берілген тізімнің көлемінде атау таңдау керек болса, ол осы ескерілмейді. Ол осы тізімге ұсыныс
әлде де толықтырылу керек деп есептейміз. Бұл ғалымдардың тек менің пікірім емес, басқалар да қосылады деп есептеймін. Бұл ұсыныстар міндетті түрде қаралып, әрбір өңірдің, Қазақстанның әрбір өңірінің жергілікті ерекшеліктері, тұлғалары, жаңа айтып отырған жағдайлары елеп екшелу керек. Енді қаншалықты бұл болды, қаншалықты осыны біз көре алдық. Қазір мен цифрмен сөйлетейін. Болып кетті мұна. Батыс Қазақстан облысының ономастика саласы бойынша 91 жылдан бері, тәуелсіздік алған жылдардан бастап, қаншалықты аудан өзгергендігін цифр ретінде көріп отырсыз. 5 аудан, 95 елді мекен, 1726 көшенің атауы өзгертілді. Бүгінгі таңда Қазақстан облысында осы 12 аудан бар, оның ішінде 454 елді мекені, 4077 көше бар екендігі. Оның қаншалықты пайызын көріп отырсыздар. Енді идеологиялық тұрғыдан ескірген деп осылай қозғап, елді мекендердің атын өзгертуге талпынып жатырмыз. Мен лингвистикалық комиссияның жұмыс тобы құрамында болған жерде мен солай айтып жатырмын. Әлі де өзгертетін елді мекен жетіп артылады, жұмыс бар. Енді әлі Ленин, Комсомольская, Октябрь деген атаулардың елді мекендердің өзгертуі бар екендігін үлкен жүректегі сізбен айтамыз. Ленин, Октябрь, Пионерская, Советская деген сияқты. Облыс орталығының Орал қаласында жалпы санына 832 көше болса, соның 627 көшесінің атауы 75% ұлттық атаулармен аталды, өзгертілді. Бұл енді кішкене қосымша болып отыр, плюс деп атауымызға болады. Оң нәтижені көрсеңіздер. Енді көптеген шаралар осы бағытта өзгертіліп жатыр. Бұл енді бұның шараның жүргізілуінде, өзгертуде өзінің бір процедурасы бар. Бұл процедурада халықтың, жергілікті халықтың пікірімен санасу деген мәселе тұр. Сол тұста көптеген қарадан сол тұста осы мәселелер қиындықтар туғызуы мүмкін. Мысалы, жаңа көрсеткен сан, бұл мынау қалай ауданғандығы 91 жылы Рымбейтіні Сырым деп өзгерттік. 93 жылы Каменді Тасқала деп өзгерттік. Жыл-жылына тұр. Көрсеңіздер, басында тек бір жылдан өзгертуге ғана қауқарымыз жеткен екен. Чапаев ауданы, Ақжайық ауданы деп 2000 жылы Орда ауданы, Бөкей ордасы деп өзгертілді. Сөйлеуініп 2018 мен 2018-дің арасын қараңыздар. Былай қарағанда 10 жыл аудандарды өзгерте алмай отырған жайымыз болған. Бұның енді себебі көп жағдайда саяси батылдығымыз, қоғамдық белсенділігіміз ақсап жатады. Осы тұрғыдан келген кезде көп нәрсені өзгерту үлкен бір резонансты қоғамда. Сол резонанстың қатарын осы 21 жылдарда көріп жатырмыз. Бұның тұсында қазір мысалы Зеленов ауданы Бәйтерек деп айттым. Енді комментарийларымда жаңа неттен не үшін екенін кейінірек айтамын. Қазір мына енді елді мекен тізімі, мынау 91 мен 21 жылдар аралығында өзгертілген елді мекендердің тізімі. Енді бұл елді мекендер негізінен ауылдық атаулар. Витебск деп, Бескөл деп, 91 деп бірінші өзгертілген екен осы. 93-ші жылы Фурманов ауылы, Ақтал ауылы, Форт Артурда Ақбатер деп
Киіріп ауылын Саралжын деп өзгерттік. Көріп отырсаңыздар. Барановканы Самал деп, Локтивті Қосшағыр деп, 94-те біраз қарқынды жұмыс жасағанбыз. Көрсеңіз, Прогресс ауылы, Қабыл ауылы деп өзгеріп жатыр. Кардон ауылы, Бейтлеу деп. Мен осындай бір жақсы өзгертулер орын алған. 95-те бір ғана Тасқала ауданының Петешка ауылы, Мереке ауылы өзгертілді. Басында Тасқала ауылында да халықтың наразылығы көп болды. Өйткені сірескен идеологиялық тұрғыдан әлі түсіне білмейтін, әлі де пісіп жетілмеген бір қабат, қоғамдық қабат орын алған еді. Кейіннен ол сейіліп, бұл енді идеологиялық жұмыстардың жемісі шығар, мүмкін миграциялық жағдайдың ерекшелік шығар. Көптеген факторлер бар енді. Кейіннен олар өзгертілді, қазір көресіздер. 97-де мына Сталин ауылы, Мамбет ауылы болып, Бөкей Ордасында Бөкей Орданың Ленин ауылы, Жәрменке ауылы болып, міне көрсеңіздер, өзгертілген. 98-де Жаңақала ауданы бойынша мына ауыстырылып жатыр. 99-да Казталов ауданы бойынша Березин ауылы өзгертілген. 2002-ге кеттік, міне бөлі аудандары жайлап қозғалған. Орысы көп идеологиясы, орыс саясатына бейім топтар өздерін өзгертіп осы 2002-ден бастап қозғалды. Міне 2005-те Тасқала кең ауқымды өзгерістерді көрді. Ауданның өзгеруіне Камен ауылы, Тасқала ауылы болып өзгерісі, міне Семей Мар, Шейлеба, сол тұста Искарада Ұялы ауылы болып атанып кеткен. Орда бұна Казталов ауданы тағы да көріп отырсаңыздар, 2007-де кішкене Сырым ауданы, Казталов ауданы, Шыңғырлау қозғалыс көрді. Аққұдық, Сегізсай, Қарағаш деген ауылдар, Торатбасы, Бөкей Ордасына кеттік деген атаулар Шыңғырлау ауданында орын алып, Тақтайшалар ілінді. Міне осылай аудандар мен ауылдар, елді мекендер жыл санап, күн санап өзгертіліп жатты. Кеңістіктің өзгеруі. Көріп отырсаңыздар, мына цифрларды көрсеңіз, кішкене қуанып қаласыз. Десек те әлі де ауыстыратын бірінші ауыстыруда болмай тұр мәселе, ағайын. Бастысы мына орыс саясатына бейім, кеңестік санадан әлі арыла қоймаған, қазақы танымы толық емес ағайындардың болуы бізді қатты қынжылтып тұр. Бұл тұрғыдан жұмыстың, идеологиялық жұмыстың кішкене алға қарай жүріп кете беремін, оны соңынан айтам ба деп едім, бірақ айта берейін. Әлі де қажет екендігі. Бұл тікелей бізге де қатысы бар, оқу орындарына тікелей қатысы бар. Өйткені бала тәрбиелеуде, маман тәрбиелеуде осы бір идеологиялық күштің өзін танытпай жатқаны көрініп ақ тұрады. Бүгінгі студент ертеңгі маман. Ал маман не істейді? Маман идеологияның жетекшісі. Сол орындарда соны насихат етеді, соны қолданады. Ал егер ол шала болса, оның көзқарасы қалыптаспаған болса, ұлттық танымы негізделмеген болса, болмаса, ол әрине өзге бір пікірлерді саясаттың құрбаны болып жүре береді. Шыңғырлау ауданында Ақшат, бұл қай уақыт еді? 2018-де жақсы өзгерістер болды. Қалталы Ардақ болып, Лубен Ақшат болып, Тасмола Ақбұлақ болып өзгертілді. Ақжайық ауданында сондай жаңалықтар болып жатыр. Ақжайық ауданында әлі де өзгертілетін бар тұстар. Оны қазір енді аномастикалық комиссияға ұсынылды, оның шешімі де шыққан болу керек. 20-ші жылдары өткен ауылдық округі, Достық ауылдық округі болып Бөрлі ауданы бойынша біраз жұмыстар жүргізілді. Тихонов ауылы Қарақұдық болып, міне көрсеңіздер, Бөрлі ауданы бойынша бәрі Кирпті Қарағанды деп. Енді жанында тұрған
шешімдері, заңды құжаттары. Бұның бәрі міндетті түрде ресімделіп, кәдімгі төлқұжатқа ие болады. Әрбір атау, әрбір көшенің, әрбір ауыл, ауданның төлқұжаты болады. Аты туралы мәлімет. Бұл бір қырып салатын оңай шаруа емес. Оны жақсылап түсінуіміз керек. Өйткені бір тектен сол қоғамның идеологиялық көзқарасына, жалпы танымына, ұлттық танымына, өзінің бір векторына алған, саяси векторына тікелей қатысы болып отырады. Ал бұны тәрбиелеу шын мәнінде ұстаздардың да үлесі зор деп есептейміз. Енді 91-23 салған атау өзгерді, даңғыл көше тізімдері енді толып жатыр. Орал қаласы бойынша енді біраз өзгеріп жатқан көріп отырсыздар. Енді Бөкей ол тек ауылдарға емес, қаламызға емес, ауылдар мен аудандарға бәріне қатысы бар. Көріп отырсаңыздар, әрбір аудан бойынша жазылған. Бұл мәліметтер тұр. Егер біреулер нақты қараймын, көремін дейтін болса, маған хабарласып алуларына болады. Бұл мағлұматтар тілдерді дамыту басқармасынан алынған. Олармен бірлесе жұмыс жасайтын біздің тәжірибеміз бар. Олармен ұзақ жылдардан бері осылай лингвистикалық сараптама тұрғысынан, жалпы насихат мәселесіне айналысып келеміз. Көше атауларына қатысты, даңғылды өзгертуге қатысты бірақ мысалды келтіруіме болады. Жақын арада осы өткен жылы Абай даңғылын, Еуразия даңғылына Абай даңғылын берген кезде үлкен резонанс болды. Енді әлеуметтік желіде баршаңыз да отырасыздар, білесіздер, көріп жүрген боларсыздар. Үлкен дау туып кетеді. Дүре түрегелетіндер бар. Яғни жел көтерілген сияқты, бұл бір тұманданып сөйтіп кететін тұсы бар. Комментарийлер жазып, оған қарсы шыққан болып пікір айтатындар көп. Сол басқа осы тұрғыда әлеуметтік орта атсалысу керек, пікір айту керек, пікір көп болу керек. Және оң пікір біздің Қазақстан Республикасының ұстанған саясатына, қазақ ұлтына кәдімгі үйлесетін, қазақ ұлтына оң нәтиже әкелетін, даму әкелетін пікірлерді айтуымыз керек. Кертартпақ пікірлерге біз тойтарыс беретін кейде қауқар таппай қаламыз. Соны айтатын ұлт өкілдері болмай қалады. Былай айтқанмен де, ал сондай бір додаларда, әлеуметтік желідегі пікірталаста болмай жатады. Мен жаңа Абай даңғылына қатысты айтайын, үлкен дау болды. Сол маған қалалық осы ономастика мәселесімен айналысатын мамандар хабарласып, міне осылай болып жатыр, қараңызшы деп маған ұсынған еді. Қарап едім, шын мәнінде Абайға қарсы шыққандар жетеді екен. Абайдың атын беруге қарсы шыққандар. Көрсеңіздер, бұл да бір үлкен дау туғызды. Содан соң айтады, бізде мына осы мәселе төңірегінде өшіріп қойсаңыз әзірше, сосын сұрақтарыңыз болса қоясыздар ғой. Пікір болса айтасыздар. Мен бірінші сөйлеп алайын, айып болмаса. Осыған қатысты пікір айтқан негізінен орысша тілде өрбіткен екен, орысша жазған екен. Бәрі де сол қарсы, наразы болмасын, Абай даңғылы, оның ақша шығынды қайтеміз, ертең қаншама шығын кетеді осыған қаражат бөлгенше жолға қаражат бөлмей ме деген сияқты күйкетіршіліктің бір шын мәнінде мемлекеттің ертеңгі таңын емес, бүгінгі таңын көксеген жеке күйкетіршіліктің, жеке бастың қамын ойлаған азаматтардың пікірлері көп кездеседі. Бір тұстан енді осындай орысша жазып жатқан комментарийларға сосын мен сұраймын ғой, жаңа басқа ағайындардан, сіздер неге қосылмайсыңдар, мынаған пікір айтпайсыңдар ма, қолдайсыңдар ма, қолдасаңдар неге айтпайсыңдар десек, біз орысша жаза алмаймыз. Содан кейін мен айттым, сендер оған не орысша жазсыңдар, сендер қазақша жазыңдар. Түсінген адам түсінеді, түсінбеген адам түсінбейді. 300 комментарийге, орысша комментарийға 350 комментарий, қазақша комментарий толысты. Сонда қарап отырсаңыздар, оны статистикалық тұрғыдан қарап отырып, қандай бұл мысалы көше атауын берді, ал бергеннен кейін оған наразы шыққан осынша адам бар. Бұл адамдардың пікірлері
қаншалықты еребекшелді. Әлеуметтік ортаның белсенділігі осы арада керек болып қалады. Өйткені шын мәнінде қазақы орта осыған қолдап отыр, бірақ ештеңені білдірмей отыр, танытпай отыр, пікір айтпай отыр. Мынау көрмей отыр ма? Оны былай дейік, қалай айтамыз? Мынаны ету керек, Мен бағанадан бері айтып отырмын, көріп отырген жоқпын. Слайдымыз көрінді. Міне, осы көріп отқанымыздай, даңғылдың көшенің өзгеруінде, немесе бір объекттің өзгеруінде міндетті түрде әлеуметтік белсенділік қажет. Сол айтып отырған. Бұлардың бәрі орысша жазып тастаған, бәрі қарсы. Ал мен енді біздің ағайындардан сұрасам, енді өзімнің білетін адамдардан, сіз енді қолдайсыз ғой, осыған неге пікір жазбай отырсыз десем, мен қазақша жазам, орысша жаза алмаймын. Орысша дауласқысы келмейді. Мен тілі кішкене оған келмегесін жерде, ол өзінің тілінде жазады ғой. Сосын айттым, сіздер қазақша жаза беріңіздер. Ақырында 300 сондай комментарийға, 350 комментариймен былай айтқанда теңестірдік. Ал ана әлеуметтік осындай бақылаулар жүргізетін топтар міндетті осыны елебекшейді. Мысалы, осындай көше атауы өзгерді, оған реакция қаншалықты болды? Кім қалай қолдады? Егер мысалы оның басым болса, ол үлкен резонанс туғызады. Неге сіз оған көше атауын беріп отырсыз, мынша адам сізге қарсы ғой? Сіз қалай бұны атауды беріп отырсыз деген мәселе туындап кетті. Сондықтан да кей тұста әлеуметтік ортаның көзін ашу, әлеуметтік ортамен жұмыс жасау бізде кенжелеп қалған. Көріп отырсыздар ғой. Мен жаңа сіздер біразын көре алмай қалған сияқтысыздар. Мен осы қасынан бастап жүгіртіп өтейін. 91-90 жылдан бастап, 91-ден 2001 жылға дейінгі бастап, міне ауысқан елді мекендердің ауданынан 5-еу, елді мекеннен 95, енді көше даңғыл атауларына 1726 ауысқандығын айтып, оның әр қайсына нақты таблицалық мәлімет беріп жатыр. Мысалы, 91-де қайсысы ауысты, 92-де осылай аудандардың ауысқандары көрсеңіздер, міне жаңа біздің айтқан аудандар. Ал енді одан кейін елді мекендердің тізімі. Ол енді ауылда. Елді мекендер, ауылдық округтер аударған 91-ден бастап осылай жүре береді. Әрбір аудан, әрбір жыл осылай кестеленіп тұр. Енді бұған қызығушылық танытып, осыны біліп алайын дейтін адамдар болса, маған хабарласуға болады. Мен осыны айттым жаңа, бәрін тоқталып. Енді тездетіп жаңа мәселені келейін. Көрсеңіздер, бұның бәрі оңай шаруа емес екен. Жасалған жұмыстың нәтижесі бәрі осыған сәйкес. Енді көшелердің бәрі осылай жүреді. Көрсеңіз, мына бәрі тізімделіп хатталған. Жақсы. Келесі демонстрациямызға ауысайық. Міне, көріп отырсаңыздар, елді мекен көше атауларында өз Қазақстан дербес саясаты мен идеологиясына орай өзгертілген атаулар. Жаңа заман технологиясы бір орында тұрмайды, ол жылдан жылға жетіліп отырады, көрінді ме? Ол біртіндеп өзінің қарқынын алып жатыр. Ономастикада да осындай бір жаңашылдықтар керек. Міндетті түрде ол сайттарға, міндетті түрде карта, жетектеп отыратын геокарталарға енгізілу керек. Және ол атаулар міндетті түрде мемлекеттік тілде қолданылып, өзге тілде қосымша болуы шарт. Енді бұл әлемдік талаптарға сәйкес, өйткені тек қазақ тілді адамдар Қазақстан жерінен өтпейді, өзге ұлт өкілдері де халықаралық транзиттік деңгейде де өтіп жатады. Сондықтан да жаңа заман технологиясында электронды карта деген бар,
геолокация деген бар, соларда міндетті түрде ол көрініс алады. Енді бізде Батыс Қазақстанда бір жаңашылық болды. Бұл 3D картасы жасалды. 3D картасы ономастика Торус деп аталатын, Торус KZ деп аталатын сайт, портал жұмыс жасайды. Ол порталда осы біздің аудандардың барлық көшелері, елді мекендері, атаулары көрсетіледі. Бұның бір құндылығы, осы картаның құндылығы, әрбір нүктені басқан кезде, мысалы Орал қаласын, мысалы Орал қаласы да басқан кезде, оның әрбір көшесінің атауы, қазақша атауы, ол нені білдіретіндігі, жалпы мына Сарайшық көшесі бойынша ақпарат қалдыруға болады. Бұл Википедия сияқты толықтырылып отыратын дүние, портал. Мысалы Сарайшыққа қатысты сендер тағы да қандай мәліметтер білесіздер, соны айтуымыз керек. Бұл порталға бір ұсыныс ретінде біз айтып жүрміз, соңғы кезде мынаған пікір ретінде қалдыратын мүмкіндік болса. Яғни картаға нысандарына мысалы мынандай қате көрдім, немесе осыны менің білгенім тарихи дерегім бойынша бұл осылай мағлұмат бар деп көрсетсе, мынау дүние толыға береді. Яғни бұл қатып қалған дүние емес. Бұл жыл сайын жаңартылып, толықтырылып отырылады. Және менің ұсынысым осы ашық болса екен деп тіл басқармасына мен ұсыныс айтамын. Яғни жекелеген азаматтар, ғалымдар осының бір пәрменінде пікір қалдырып, осы көше туралы немесе қала туралы бір жаңа бір тыңауай айтып қалу әбден мүмкін. Өйткені интернет деген әрбір өңірде, әрбір қалада, әрбір елде жұмыс жасағандықтан мүмкін ағылшын тілінде де пікір айтып жататындар бар шығар. Қытай азаматтары, басқа да қалалардың, басқа тілді азаматтар ағылшын тілін меңгерген ғой. Әсіресе ғалымдар. Осыған бір жаңа тыңой айтса, жақсы болады деп ойлаймын. Бұл жаңа бастама, Батыс Қазақстан бойынша бұл былай айтқанда бірінші бастама. Қазақстан бойынша Батыс Қазақстан бірінші бастама жасап отыр. Бұның енді басқасында біздер де жүрдік, пікір айтуда, аннотациясын жазуда, атсалыстық аудармасын жасауда деген сияқты. Бұның жұмысы меніңше құптарлық, болашағы бар деп есептеймін. Осы міне 3-ші жыл бұл карта жаңартылып отыр. Осыған да атсалыссақ ағайындар. Яғни пікір айтуда, осы 3D картасын дамытуда жұмыс жасасақ. Бұның бір жақсы жері елді мекендерде жер су аттарын, осы көше аттарын бір жерге тоғыстырып отырмыз. Осындай бір жақсы тұстары бар деп есептеймін. Бұл бір жаңалық. Ендігі сәтте осы елді мекендердің аттарын өзгерткен кезде, көше атауларын өзгерткен кезде, ономастиканың осы қырларын көбірек айтып жатырмық қой бүгін. Топоним мен мимикаға қатысты. Енді мына қандай кедергілер болады, қандай мәселелер туындайды деген ой болуы мүмкін. Сол туралы айтқым келеді. Мәселен, бұл газет беттері. Мен мына газеттерге қазір сілтеме жасап көрсетем. Бұл газеттерде алуан түрлі пікір айтылады. Қоғамда болып жататын жағдайлар, қоғамдағы үлкен резонанстық мәселелер туындап жатады. Қыздар, мен жаңа жүктеп қойғанды.
жаңа газеттерді жүктеп қойғанды қалай көрсетсем болады, соны көрсете алмай отырмын. Анау интернеттен газеттер, Азаттық радиосы, солар. Оларға Жайық пресс, бұлар емес. Иә, міне. Міне, ақпарат беттерінде, газет беттерінде түрлі ажайып өңірдің ономастикалық келбеті, ономастикалық өзгерістер шығып тұрады. Бұның әрине оң қолдаулар да бар. Оны қолдап жатқан өзгерістің оң деп қабылдап жатқан пікірлер де болады. Бұл оң бастаманы ағайынға көпшілікке жеткізуге асыққан мамандар да бар. Бұның бәрі дұрыс. Осыған қатысты қарсы пікір айтатындар да жетіп жатылады. Мысалы, Азаттық мынаны қалай айтады? Мына көріп отырсаңыздар, неліктен осындай дау туып кеткен, не үшін наразылыққа ұласты деген сияқты мынау бәйтерекке қатысты туындаған үлкен дау. Онда енді біреулер әртүрлі атауларда әртүрлі дау туып жатады. Мысалы, бәйтерек ауылына қатысты переметный ауылын зелен переметный ауылын бәйтерек қылып өзгертуге қатысты айтылған әртүрлі пікірлер бар. Біреу қарсы, біреу наразы деген сияқты. Осындай мәселелерге бізде пікір жазсақ, бізде осыған негіздесек дұрыс болар еді. Біздің сөзімізді пысқырмайды дейтін топтар да бар. Саяси идеологиялық тұрғыдан. Мысалы, біздің білетін өзіміздің көбінесе осының көшбасында жүретін газет, журналдарда, газет беттерде бар, журналистерде бар. Жергілікті қауымдастық деген осы тұста пікір термин қалыптасты. Жергілікті қауымдастық деген сол өңірдің белгілі бір ортада соны танытатын, өзгерту қажеттігін айтатын, түсіндіретін орта. Бұл орта қолдауға ие болу керек. Бұл қолдауға ие болу үшін үлкен күрделі жұмыстар жүргізу керек. Мысалы, Уральский недельдің пікірі, бұның бәрі қажеттігі жоқ деген сияқты пікірлер осы болып жатыр. Екі-үшті нәрсе болады. Міне бұл әрине қоғам болған жерде бұндай нәрселер болады. Оған төтеп беретіндей, бұған жауап бере алатындай бізде аргументтер, ғылыми дәлелдер мол болу керек. Енді мысалы, өзім қатысқан бір Оралда көше атауларына қатысты бір шараға айтайын. Мысалы, Московская деген көшені өзгертуде тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай осы жақын арада үлкен бір отырыс онда түрлі пікірлер айтылды. Негізінен бөлігі қатысып, мына қоғамдық отырыс қой. Қоғамдық отырыстан көріп отырсаңыздар, адам баршылық пікірлерін айтып жатыр. Десек те осының кейіннен наразылық туған тұсы болды. Мысалы, Николай Букаткин көшесін өзгертуге қарсы болған көше тұрғындары болды. Ол Лазурная деген бір кішігірім көше еді. Сол Лазурная көшесін өрегеле тұрған азаматтар, көше тұрғындары наразылықпен Лазурныйды қалдыру сұрап, осындай бір хат жазды. Осы бір отырыстан кейін оң шешім алып еді, кейіннен наразылық туындап, сол Лазурная болып қайтадан қалды. Көрсеңіздер, әрбір көшенің атын өзгерту үлкен бір жұмыс, үлкен бір күшті қажет ететін, үлкен бір идеологиялық күшті қажет ететін, талым тәрбиелік жұмыс жүргізуді сұранып тұрған шаруа деп білеміз. Енді әрмен қарай демонстрациямыз бар.
Көріп отырсаңыздар, мына жерде тағы бір бар екен. Жоқ, жаңа тағы бір 30 жыл бойы газет. Жайық преске болады. Иә. Қасайды, сосын ана жаққа шығады. Жақсы. Газет беттеріндегі дау-дамайды көріп отырсаңыздар, бұл қоғамдық ортада әлеуметтік белсенділікті қажет ететін, ғалымдардың белсенділігін қажет ететін, кей тұста газеттер бетіне көп жазу қажет ететіндігін, зерттеулердің көп көрінуі қажет ететін дүние екендігін көріп отырсыздар. Енді ономастикалық кеңестік таным көкжиек деп алып отырмын. Шын мәнінде ономастика мәселесі тұлғаның осыған көзқарасы, көшеге бір қарсы болуы, немесе наразылық танытып осыны бір үлкен дау-даламайға айналдыруы, әрине біздің азаматтарымыздың қаншалықты бұған дайын екендігін, танымы қаншалықты жетіп тұрғандығын көрсетеді. Сол мысалы бір ғана лазурныйға байланып қалған азаматтардың көзқарастарын тыңдасақ, олардың тіршілікке айналып келеді. Бұл негізінен бұл көшенің өзінде жаңағы жол дұрысталмаған, коммуникациясы дұрыс емес деген мәселеге ойысып кетіп отыр. Және бұл бұған дейінгі идеологиялық бұлармен жұмыс жүргізілмегендігі, бұлардың әлі де бұған түсінігі жете бермейтіндігі, әлі де сол кеңестік ресейлік саясаттың көлеңкесінде қалып отырғандығы айқын көрініп тұрады біздің азаматтарда. Әрине, ол егер осыны түсініп, осыны біліп, Қазақстан мемлекеті үшін бір патриоттық, ұлттық бағытта, немесе осы отан сүйгіштік, ұлт сүйгіштік бағытта жұмыс жасап тұрса, оның санасы осыны жақсы қабылдар еді. Бұл күйкі тіршіліктің қарамағындағы оның мен ертең бүкіл үй құжаттарымды өзгертуім керек, мен оған осыншама жүруім керек деген сияқты қиындықтар туады. Енді бұл үкімет тарапынан бұған да біздің ұсыныс айтатын жеңілдіктеріміз мүмкін осы жаңа құжаттарын ауыстыруында бір ыждағаттық жасап берсе, мүмкін бір жеңілдіктер жасап берсе, жаңағы олар енді кезекке тұрудан, соған ақша төлеуден бас тартып қашып отқандығы анық көрініп отырады, соны білдіріп отырады. Осылай алып келеді. Солай айтып резонанс туғызады. Бізді мысалы қинап жатыр, біздің өзіміздің онсыз да табысымыз мол болмағанда деген сияқты пікірлерді айтып жатыр. Енді ұлттық келбетті сақтау тетігі не болу керек дегенде біз өзіміздің ойымызды ұсынғымыз келеді. Әрине, бұл қоғамда идеологиялық тәрбиенің жетіспеуі. Идеологиялық тәрбиемен мемлекеттік орган ретінде, яғни партия ұйымдары, әкімшілік орындары айналысу керек еді. Әрине, отбасынан басталады. Білім орындарынан, мектеп, жоғары оқу орны, колледж, әрі қала берді жұмыс орнымен ұласу керек. Яғни, осы идеологиялық тәрбие, ұлттық келбеттің қалыптасуы, қазаққа деген бір жанашырлығы, қазақ мемлекетіне деген бір жанашырлығы болмайынша, бұның бәрі осылай бола беретін сияқты. Елдің қамын ойлайтын азамат тәрбиелемейінше, бізде бұл жағдайлар осылай ірсек-тірсек болып, бір-біріне қабаған болып жүре береді. Өйткені ала-құлалық бізде белең алып бара жатыр. Бұл идеологиялық тәрбиенің әлі де әлсіздігі. Енді оның негізгі түп қазығы, ол қажеттік негізі мемлекеттік, қазақ мемлекеті үшін қажет. Білмеймін, басқаша мемлекетті қалай саясат құруға талпынғанда қалай болатындығын, енді қазақ мемлекеті үшін ұлттық тәрбие мен ұлттық идеология міндетті түрде керек. Ұлттық кодтың сіңірілуі. Бұл енді тарихи жадының, осы жердің иесінің, осы жердің тарихының беттері міндетті түрде өзінің оқырманына таныс болу керек. Бастауыштан бастап, үлкен азамат мекемеде үлкен креслода отырған лауазымды тұлғаға дейін, ол оны жете түсінбесе,
ол ұлттық код сіңбейді. Яғни бұл орысы болсын, қазағы болсын, өзге ұлты болсын, қай халық болса да Қазақстан Республикасында тұрып жатқан жерде қазақ ұлтының кодын бойына сіңірмей, оның бір ерекшеліктерін қабылдамай, бұл жұмыс оңбаспайды деп ойлаймын. Ол үшін де көрсеңіздер, ономастика дегеніңіз ұлан-ғайыр теңіз, ол қоғамның алуан түрлі қырларымен байланысып келеді. Ұлттық идеологиялық саясатпен байланысып келеді. Көрсеңіздер, осының бәрі жүзеге аспайынша, оның бір оң арнада толыққанды ағуы қиын сияқты. Құжаттау. Статикалық материалдарды топтау деп отырғанымыз, бізде ғылыми еңбектер, бұқаралық басылымдар, карта, мұражай, мұрағат дегенде жатқызуға болады. Бұның әлі де толтырып тізбектеуге болады. Яғни әрбір көшенің аты, әрбір елді мекен, төбенің аты, судың аты, сай-саланың аты, адам есімдері, бұның бәрі бір топталып, реттеліп, жүйеленіп отырмаса, құжатқа түсіп отырмаса, осы бір бағытталып отырмаса, оған бір вектор ретінде пайдаланбаса, бұның жұмысы да онша болмайды. Мысалы, біздер бүгін адам есімдеріне қатысты көп қозғаған жоқпыз, айтқан жоқпыз, бірақ оның өзгерісі, оның динамикасы да өзіндік бір талдауларды қажет етіп жатыр. Насихаттау. Ұлттық таным деп отырғанда біздер Қазақстан Республикасының өзіндік бір осы мемлекет құраушы ұлттың векторын таңдап алғандықтан, ол негізі қазақстандық халықтың қолдауы болу керек. Ол үшін насихат керек. Әрбір насихаттың жемісі болады. Бұл енді насихат деп отырғанымыз қарапайым кәдімгі жарнама. Жарнаманы күнде көрген сайын сол сабынды аласың, сол тағамды алып ішіп көресің бір болса. Ал идеологиялық тұрғыдан насихаттау бізде өте бір төмен дәрежеде. Алуан түрлі деп отырғанымыз, ол енді қарапайым мына телефондарға таратудан бастап, теледидарлар бар, тауар өнімдері бар, дәрістер бар, сабақтар бар, тақтайшалар бар, мінберлер бар, баннерлер бар. Осылардың барлығы бізде толыққанды жұмыс жасай алмай келеді. Бұған насихаты мүмкін ірі компаниялар бар, осы насихаттайтында, тіпті сол мысалы Қарашығанақ компаниясының атынан осындай ұлттық танымдағы болмыс айтылып жатса, және ол бір соны көрсетіп жатса, айтып жатса, міндетті түрде ол көпшілікті елең еткізеді. Көпшілікті бір өзіне тартатын, елең еткізетін бір қалай айтқанда, осы бір жақсы дүние деп сәнге айналдыратын тұстар керек. Өйткені қазіргі адам, қазіргі қоғамның өкілдері әбден сондай болып алған. Бір нәрсе болса, жылтыраққа қызығамыз. Сондықтан да осы бір тұрғыдан ономастикалық дүниелердің жалтырап, жарқырап көрінуі төмен деп есептеп отырмын. Маман даярлау. Идеологиялық жұмыс жүргізуші бұл маман. Мысалы, әкім болатын бүгінгі студент. Оның даярлығы қаншалықты? Осы ұлттың болмысын қаншалықты мойнына сіңірді деген мәселе тек қана мұғалімнің ғана мойнына жүктеліп қоймау керек. Бұл жалпы аппараттың, сол кездегі оқу орнының аппаратының, одан қала берді облыс, өңір басшысының назарында болу керек деп есептейміз. Яғни ертеңгі таңда сол ауылға, ауданға әкім болатын маман қаншалықты дайындалып тұр, идеологиялық жұмыс қаншалықты онымен жүргізілді, ол қаншалықты тексерілді осы идеологиялық тұрғыдан, дұрыс па, дұрыс емес пе деген сияқты пікір айтатындай, оны қолдайтындай, тіпті ол шенеунік болмай-ақ қойсын, тіпті кәсіпорынның бір фабрика болсын, завод болсын, оргтехникамен айналысатын, кеңсе тауарлармен айналысатын мамандар болсын, осының барлығында олармен жүргізілетін идеологиялық жұмыс қаншалықты болу керек. Бұның партиялардың, мысалы Нұр Отан сияқты ірі партиялардың осы назарында болатын ірі ауқымды жұмыстар деп есептейміз. Идеологиялық жұмыс осы бағытта жүргізуге қажет деп есептейміз. Осы бұл енді ұлттық келбетті сақтау тетігі деп отырған таза біздің тарапымыздан ұсынып отырған пункттер, бұны әрі толтыруға болады деп есептеймін, және әріптестеріміз мамандар тағы да өздерінің пікірін айта жатар деп есептейміз.
шағын осы кеңестік туралы, ономастика Батыс Қазақстан облысының ономастикалық кеңестігі туралы айтқымыз келетін ой қозғауымыз осы болды. Сұрақтарыңыз болса, біз қанша отырмыз өзіміз? Бір сағатта өтіп қалыппыз. Құрметті әріптестер, Сұрақ жоқ. пікір, ой. Мына құрметті айтайын деп отырған бізге Олдай Ержанқызы, Олдай Рысқалиқызы қатысып отыр екен. Рахмет, бізге уақыт бөліп қатысып отырғаныңызға. Сіздің пікіріңіз құнды, сізге сөз берсек. Алтынбек, сәлематсың ба? Қатысушылар амансыңдар ма? Көбіңізді көре алмай отырмын, көргім келіп отыр, бірақ видеоларың бәрі сөнулі. Сондықтан енді Алтынбекке қарап сөйлейін. Жаңа айтып жатырған дәрісіңнің жартысын тыңдай алмадым. Кешігіп келіп кіріп соңғы 2 пункт айтқан насихаттау жөніндегі. Сәлематсың ба, Гүлмира? Тағы басқа әңгімелеріңді тыңдадым. Мынау тақырыбың деген өте құнды екен, құнды тақырып. Енді ономастикалық кеңістігі деп мықтап тұрып алыпсың. Бұл негізі менің Батыс Қазақстан облысының ономастикалық кеңістігі деген монографиям бар еді. Сол монографиямның аты тап осылай аталады. Батыс Қазақстан облысының ономастикалық кеңістігі деп. Енді соны сол тақырыпты алған екенсің, бір жағынан мен соған қуанып отырмын. Енді кеңістік, ономастикалық кеңістік болғасын, бұны үлкен өте ауқымды дүние ғой. Ол сенің айтатын бүгін 1 сағатыңа сыймайды әрине, Алтынбек. Бірақ көп нәрсені қамтыған боларсың деп отырмын. Ономастикалық кеңістік болғасын, бұл енді біздің Батыс Қазақстан облысының жаңағы урбанонимдері, көше атаулары, бүтіл хоронимдері, бүтіл шағын аудан атаулары, енді өз алдына топонимдер, жер су атаулары, анау ауданның атаулары. Енді біз атаулар әлемінде өмір сүреміз ғой. Біз атауларсыз өмір сүре алмаймыз. Сәби дүниеге келген күні сол сәбиге код, ұлты қазақ, әкесі мынау, шешесі мынау, аты мынандай деген сол әркімнің өзінің маңдайына жапсырылған коды болады. Сол кодыменен адам баласы өліп кеткенше, бұл дүниядан кеткенше сол өзінің мөр басқан кодыменен өмір сүріп өтеді. Сондықтан біздер атаулар әлемінде тұрамыз. Біз үйден шығысымен қай жаққа бұрыламыз, қайда бара жатырмыз, соның барлығының атауы бар. Барлық атаулар әлемінде өмір сүреміз. Сол атаулар әлемінде өмір сүргендіктен бұл бізбен бірге, біздің ұлтымызбен бірге, қазақ деген ұлтпен бірге өмір сүретін біздің танымымыз болып табылады. Жаңа сен жақсы әңгіме айттың, ұлттық таным деп. Алтынбек, ұлттық таным деген бұл біздің нағыз когнитивтік ұғымымыз, яғни адам баласы танымменен, дыбысқа еліктеуменен, көзімен көріп, сол бір нәрсені, тәжірибені барлығын танып білгеннен кейін соған ат қойып, сонымен бірге өмір сүреді ғой. Сондықтан да осы ұлттық таным деген нәрсе жаңағы біздің ұлттық кодымызға телінген нәрсе. Біз қалай танимыз атауларды, сол танымменен, сол атаудың бойында біздің ұлтымыздың танымы жатады. Кез келген атаудың бойында. Ол атауларсыз, яғни оны ұлттық таным болмаса, ол атау бізге белгісіз болады. Мысалы, қысқаша ғана тек Қараөзен мен Сарыөзенді айтайын. Қос өзен бар, Қараөзен мен Сарыөзен. Ал неге біреуіне біздің ата-бабаларымыз қара деп қойған? Неге біреуіне біздің ата-бабаларымыз сары деп қойған? Қара деген түстің 36 семасологиялық ұғымы бар екен. Қалыңдықты да қара дейді, ну орманды да қара орман дейді, көп деген мағынаны да қара береді, терең деген мағынаны да қара береді екен. Яғни терең су қап-қара болып ағады. Терең болғандықтан өзен. Оның суы қара түсті болады. Сондықтан оны Қараөзен деп атаған. Немесе Сарыөзен неге сары деп аталады? Өйткені сары деген нәрсе тайыз нәрсе.
оның асты сапсары құмы, ағып атқан балшығы бәрі сапсары болып лайланып көріп жатады. Ондай өзенді Сарыөзен деп айтады. Соның барлығын ешкім ономастикалық комиссия болып ат қойған жоқ қой. Комиссия болып бірігіп отырып, ана жерге қандай ат қоямыз, мына жерге қандай ат қоямыз деп бірігіп ат қойған жоқ. Осының бәрі біздің бабаларымыздың мына ұлттық танымынан, өздерінің миларыменен ұғып, көздеріменен көріп, солардың тәжірибесінен осылай ат қойылып, осылай аталып, бірнеше ғасыр бойы атадан балаға осылай таралып, біздің бабалардың қаты сияқты, ескерткіш сияқты қазіргі заманға жетіп отыр. Ұлттық таным дегеніміз осы. Енді мынау қазіргі урбанонимдерді алсақ, Орал қаласы көше атауларының баянын баяндайтын болсақ, Орал қаласында 3000-ге жуық көше атауы бар. Менің бір кітабым шықты бір жылы, ұмытып қалдым. Орал қаласы көше атауларының баяны деген. Сол уақытта ол көшенің саны 2000-ның үстінде еді. Сол 2000 үстіндегі көшенің этимологиясын жазып шыққанмын мен. Кім екенін білмейді, көшесінің атын біледі, бірақ бұл кісі кім екенін, Брусиловскийдің кім екенін, ана Зачаган ауданындағы, немесе мына жердегі Құсайынов көшесі, ол кім екенін екінің бірі біле бермейді. Біреу білсе, біреу білмейді. Енді біз студенттердің бәрі біледі, оқытушылар, мұғалімдердің бәрі біледі дейміз ғой. Ал бізде өндірісте жұмыс жасайтын қаншама жоғарғы білімді инженерлер бар, металлургтер бар, тағы ұшқыштар бар, мелиораторда жұмыс жасайтындар бар. Бәрі білу мүмкін емес оның бәрін. Сондықтан да осындай халықтың жаңағы керегіне жарау үшін осы көше атауларының баянын жазып шыққанбыз бір жылы. Сол кітапханаларда бар. Сонда осылардың әрбір көшесінің атауының өмір баяны қысқаша ғана жазылып шықты. Жарты бет этимологиясы жазылды. Ал соның барлығы да осы ұлттық танымға жатады. Яғни соны оқыған адам сонымен танысады, кім екенін біледі. Ұлттық таным деген осы. Біздің қазақи өзіміздің ұлттық кодымыз болу керек. Жаңа сен анау жақсы әңгіме айттың, Алтынбек, насихаттау деген мәселе, идеологиялық мәселені көтердің. Ал бізде идеология жоқ қой. Бізде идеология жоқ. Идеологияны жақсы насихаттап, жақсы өз орнына келу үшін, кеше мен анау Қазақстан Республикасының Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты үлкен форум жасады кеше. Мен сол форумда сөйлегем. Мен айтам, қыздар, жігіттер, бәрін де қояйық. Біздің заңдастырып алатын нәрсеміз бар, стандарттап алатын нәрсеміз бар. Ол мына қазақ халқының, қазақ ұлтының коды. Грузиндер идзе, армяндар ян, орыстарың оф, ова, ин, ина, ович. Ал қазақта не бар? Қазақта ештеме жоқ. Біздер солардың суффикстерін өзіміздің фамилиямызға, жаңағы отчествомызға, тегімізге жалғап алып, жартылай қазақша, жартылай орысша гибридті текпенен жүрміз, кодпенен. Осыны дұрыстайтын уақыт келді, осыны заңдастыру керек. Осыны сендер айтыңдар деп кеше анау министрлікте қатысқан елеркеге осы тапсырманы беріп жібергем, үлкендігімді пайдаланып. Осыны заңдастыратын уақыт келді. Біздер, менің ұсынысым бар дедім. Қызы, ұлы, тегі. Басқа ештеме қалған жоқ бізде. Қызы, ұлы, тегі деген 3 сөзді біріктіріп, бірге жазып, қазақ халқының негізгі коды қылып шығару керек. Бұны ЗАГСтен басталады бәрі. Жаңа туған сәбиге туысқывалігін алуға барғанда ЗАГСке, оған ат қоярда ұлы, қызы, тегі деген осы 3 сөзді қосып жазып берсе, біздің ұлттық кодымыз қалыптасады. Ал бізде олай емес. Бізде қазір Ақмаржан Манарбек, қайсы аты, қайсы фамилиясы ешкім білмейді. Бір адамның қате айтқаныменен, соныменен 10 жыл бойы келе жатырмыз. Халық надан болуға қалды. Білетін кісілердің сөзін тыңдамайды. Меніңки идеологияның жоқтығы деп осыны айтам, Алтынбек. Жақсы дәрісіңе рахмет. Жақсы бастама көтерген екенсің. Бір күні менің де дәрісімді тыңдарсыңдар. Енді бұл қазір 1 сағатқа сыятын нәрсе емес, айтатынымыз өте көп. Сондықтан көп рахмет айтам. Басқа ештеме айтпаймын. Рахмет жастарға
болашаққа осындай жақсы дәрістеріңізді жалғастыра беріңдер, ұрпақты тәрбиелей беріңдер деген батамды беремін. Олжас Рахмет Қалиқызы, тыңдармандарым. зор рахмет сізге. Бек ризамыз сіздің осы шараға қатысып, шағын шарамызға қатысып, көркі болып отқаныңызға, ой көседіңіз. Мына адам аттарына қатысты мәселені біз енді ауқымы кең ғой. Көп қозғай алмап едік. Сіз жақсы тұшымды ой айттыңыз. Тағы да әріптестер, сізге саулық тілейміз. Біздің ортамыздан табылып жүріңіз. Рахмет. Бір ауыз сөзім жерге тастамадыңыз. Рахмет. Рахмет. Өзге де қатысушылар, пікір білдірем деушілер, сұрақ қоям деушілер болса. Құрметті әріптестер. Рахмет, Алтынбек Абутәліұлы, сізге көп рахмет айтамыз, алғыс білдіреміз. Мазмұнды дәйекті баяндамаңызға рахмет. Сізге енді мынадай студенттер тілек жолдапты мына жерде. Оқи отырайық. Студенттер қатысып отыр ма? Студенттер қатысып отыр. Жақсы болған екен, құрттай болса да. Қатысып отыр. Магистранттар қатысып отыр. Жаңағы тыңдағандарына рахмет онда. Жақсы тілектерін арнап мына жерге жазған екен, бірақ мен оқи алмай отырмын. Сізге өзіңізге көрініп тұрған шығар? Көрініп тұрған жоқ. Алтынбек Абутәліпов, бәріне сәлеметсіз. Сенде көрініп тұрған чатта кім не жазған? Анда нелер бар? Рецензиялар бар. Алтынбек, естіп жатсың ба? Рахмет көп. Сабирна, сіздің даусыңыз ғой? Да. Мен басына бастап отырмын ғой. Мен ана автобуста жүргенде бәріне остановка революция деді. Мен айтам, қайдағы остановка революция? Сіздер не айтып тұрсыңдар? Рахмет. Рахмет, Баян Сабирна. Рахмет, Алтынбек Абутәліұлы. Мұнда Сәрсенбаева Салтанат өзінің пікірін білдіріп жатыр. Енді Петелка ауылы ынтымақ болып өзгертілді, биыл ғана өзгертілді. Көп жылдан бері өзгертілгені көрініп тұрған жоқ ағай дейді. Енді цифрлар көрінбейді дейді. Менің слайдыма қатысты бұлар. Үсенов Сәрсен, бізде көшелер тарихи тұлғалардың атына қазақшаланып өзгеріп жатыр деп жатыр. Салтанат Сәрсенбаева, Жириновский осыған байланысты комментарий айтқан негативный деп жатыр енді. Бұл енді бір мәселені айта кету керек. Осы жақын арада біз қаталдық қой. Бұл негізінен біздің әкімдікке келіп түскен болатын. Осы мына технопарктың бір басшысы, директоры үлкен бір мәселе қозғап, жағымсыз пікірлерді айтқан. Соның ішінде біздің құрметті профессорымыз Серікқали Шарабасов ағамызға да қатысты айтылып жатыр. Менің бұның бәрін оқыдым. Бір күн ашуландым бұған. Бұлай деп қалай жаза алады, өздері білмей жатып деп. Бірақ соңынан түсіндім. Бұлар провокациялық қадамдар болуы әбден мүмкін. Өйткені халықты осылай дүрбелеңге салатын, осындай пікір айтатын, өзге елдің тарапынан осындай бір қадамдар болып тұрады. Сондықтан оны жақсы елебекшеп қарау керек екен. Біздер негізі бір бұл айтқанда ұстараның үстінде жүрген дейміз. Ономастика саласымен айналысқан кезде бұл міндетті түрде өзгелердің ешкім бақыламайды, ешкім білмейді деген сөз емес. Саясатқа қатысы жоқ деген сөз емес. Үнемі қатысы болып тұрады. Ұлттың тағдыры, елдің тағдыры өзгелердің де назарында болады екен. Оларда өздерінің мүдделері болады екен. Осы елді мекендердің атын өзгертуде, көшенің атын өзгертуде, тіпті анау эргонимдер маңдайшаларды өзгерткен кезде де өздерінің қабақтарын түйіп, өздерінің бір амбицияларын көрсетіп жатыр. Яғни әсіресе енді біздің көршілесіп отырған мемлекеттер осыны жіті қадағалап отырады екен. Жаңа хаттан кейін мен ойладым, бұлар шын мәнінде осындай бір провокациялық мәселені қозғап отыр деп. Осындай да болып тұрады. Жириновскийдің пікіріне қатысты айтамын, жаңа Салтанат қандасымыз. Енді бұл балаларға айтатын нәрсе емес. Иә. Десек те, әлі үй сыртында кісі бар ғой. Соны біле жүрсін, балалар болса да бұлар да сезеді. Дұрыс. Өйткені сақ болу керек, онда негіздеу керек, ғылыми негізі болу керек, және қоғамдық пікір осыған оң болу керек. Не болған жағдайда да бізде идеологиялық мәселелерді қозғау, қоғамдық танымды арттыру үлкен жұмыс болып тұр. Рахмет, Алтынбек Абутәліұлы. Жақсы,
Құрметті тыңдарман, бұл дәріс Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің ғалымдар мектебінің Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған сериялы дәрістерінің кезекті дәрісі болатын. Дәрісті оқыған Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты Әбділманов Алтынбек Әбутәліұлы. Құрметті Алтынбек Әбутәліұлы, рахмет, шығармашылық табыстар тілейміз. Құрметті тыңдарман, келесі дәрісте жолыққанша дейміз. Келесі дәріс қазан айының аяғында болады. Рахмет барлығыңызға. Дәрістің бейне нұсқасы университеттің YouTube каналына орналастырылады. Сол жерде толық нұсқасын тыңдап, тағы да танысуға болады. Рахмет, жақсы күндерде көріскенше. Баршаңызға да рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.